Қайырлы күн баршаңызға. Мен бүгін сіздерге кез келген киімнің жанындағы тігісінің бойынан қалай қалтаны тез тігіп шығуға болатынын көрсетемін. Ол үшін осындай екі бөлшек алдым. Қалтаға өзіңіз қалауыңыз бойынша размерін алсаңыз болады. Ең басты қолыңыз емін-еркін сыю керек. Жанымыздағы тігістің бойынан мен 16-18 сантиметр ашық жер қалдырдым, көріп отқандарыңыздай. Және қалтаның аузын сәл бүгіп, ішіне қайырып тігіп жатырмын. Бұл екі бөлшегіміз бір-біріне бірге қиылған. Сол себепті беттескенде дәл түседі бір-біріне. Енді мына екінші жақ бөлшекті де дәл осылай, осы бірінші тіккен қалтаның бойына тепе-тең қылып, ішіне кішкене ғана бір жарты сантиметр қайырып, міне тігіп жатырмын. Білдіртпей, шетінен, барынша шетіне тақап тігіп жатырмын. Бұл тігіп жатқаным менің камзол, жеңі жоқ. Және камзолым менің астармен болады. Сол себепті оған қалта салғым келді. Енді міне екі тігілген қалтаны бір-біріне беттестіріп, жандағы тігісінен асырмай дәл соның үстіне қойып, инені айналдырып қалтаны тігіп шығамын. Камзолымның матасы майда микровельвет матасы, және ол матаның бетіне байқасаңыздар өте әдемі осындай узор түскен, оюлы. Сол себепті ерекше етіп камзол тігуді жөн көрдім. Міне қалтам дайын болды. Өзімнің қолым емін-еркін сиятындай қылып жасадым. Тез-ақ тігіп шықтым. Егер видеом пайдалы болса, лайк басып қолдап жіберіңіз.